Сәлем достар, бүгінгі видеомызда тізе ауырғанда, тізе қақсағанда қандай дәрі-дәрмектер қолданылу керек екенін, жасалу жолдарын айтатын боламын. Видеомыз басталмас бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен күнделікті жаңа видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Ал ендеше видеомызды бастайық. Күн суыта келе кейбір адамдардың, әсіресе егде жастағы кісілердің тізесі мен буын-буыны қақсап ауыратын болады. Бірнеше жылдан бері менің де тізем ауырып қақсап мазамды алушы еді. Бала күнімнен дәрі ішкенді, укол салдырғанды ұнатпаймын. Тізем қақсағанда қойдың, жылқының майын жағып жүре беруші едім. Бірақ жылқы майын суықтағанға жағуға болмайды. Ол сүйекті балқытып жібереді екен деген әңгімені естіген соң, оны пайдаланбайтын болдым. Өзім секілді тізесі қақсайтын бір танысым маған мына бір емді қолдануға кеңес берді. Соңғы уақытта осы емді қолданып жүрмін. Ауруым да басылған сияқты. Түнде тыныш ұйықтайтын болдым. Ол ем мынадай. 1 шай қасық тұз, ас содасы мен балға 7 тамшы йод қойып араластырып, тізеге компресс жасап, сыртына жылы орап тастау керек. 20 минуттан кейін оны алып, тізеңізді жылы сумен жуасыз да, құрғатып сүртіп, жылы киініп жүресіз. Бұл емді ауруыңыздан сауығып кеткенше күн сайын қайталауға болады. Буын-буынның қақсағанына тағы бір ем мынадай. Ащы бұрышты дәндерін алмастан ұсақтап турап, 1 литрлік банканың жартысына дейін саласыз. Оның үстіне толғанша арақ құйып, 1 аптаға жылы орап тұндырып қоясыз. Содан кейін ауырған жерлеріңізге компресс жасай беруге болады. Жазған Жарас Қасым.